таң достар, қолдарыңыз қалай? Таңның атысымен бізде обязательно бір стакан су және де осы саумал. Папаға тағы да айтқанын сөйлеп айтсын. Ертең айтайын ба? Жарайды, папа жұмыстан шықсын, е? Қалай ұйықтадыңдар бүгін? Жақсы. Ұйқыларың қанды ма? Сабаққа дайынсыңдар ма? Иә. Сосын әңгіме айтыңдар. Түс көрген жоқсыңдар ма? Жоқ. Фати, сен түнде неге жыладың? Тамағымда өлемін. Сосын Нәз. басылды ма сосын? Су ішемін басым. Сосын дәрі чайларын ішіп алыңдар, иә? Давай. Ас болсын. Рахмет. Ас болсын. Кәусар деген Фатиханың алдында түспей қалған тісі бар еді ғой. Кән көрсетші қызым. Түспей қалған мына тісін. Жіппен Бая қойып Фатиханың тісін бая қойып есікті жауғанда сөйле татқанын кезде сынқалады. Сөйтіп мына Фатиханы қинап жатыр, давай тісіңді жұламыз деп. Дайындалып Фатиха қажы жоқ. Қой, ол істеуге болмайды, балам, ол істеуге болмайды. Ауыртасын, қауызын ауырып қалады, керек жоқ. Кәусартай, істеме олай, ақылың бар, қоя қой. Істеме. Менің дочанайымның настроениесі жоқ, жаным, кішкентайым ошыр. Басың ыстық емес бірақ. Күні ғой таңертеңнен бері жатыр өйстіп. Не тамақ ішкен жоқ, не су ішкен жоқ, ештеңе. Кеше ұшынып қалды ма, кеше шашлыққа шыққан едік. Сезон жабайық деп. Көп жеп қойды ма, арбузды көп жеп қойды ма, білмеймін. Кәусар соның қасында айналы шықтап жүр, ананы ойнайықшы, мынаны ойнайықшы, жүрші деп. Бөтенімнің менің настроениесі соқты өттім ойсы. Басың ыстық емес, нормально жеті түркішкен жері ма? Құсы алып бағана бірледі. Үшім өстіп, үйде жүрміз енді. Сәлем, қайырлы күн. Точнее, қайырлы кеш, достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін күн ыстық, күшті погода болды. Мына жерде, как обычно, бауырсақ ашытып қойдым. Фатиха бүгін что ауырып тұрды таңертеңнен. Кәусар бауырсақ жеймін деп бауырсағынан ашытып қойдым. Фатиха кеше шашлыққа барған едік. Соны көп жеп қойды ма, арбузды көп жеп қойды ма, білмеймін. Таңертеңнен бері құсып, температурасы көтеріліп сөйтіп ауырып жатыр. Күшті қылдыр бауырсақ пісіріп алдым. Жұмсақ, тәтті, ол күшті шықты. Қазір кішкентайым мазақсызданбаса бір кесе шай ішіп алайын деп тұр. Шай ішкім деп тұр. Сағат деген 1:30 болды. Мен әлі ұйықтаған жоқпын. Фатиханы бір көріп кетейін деп келдім. Жоным осы. Бағана ұйықтар алдында ибуфен беріп жатқанмын. Басым қақсап жатыр, мама деп. Ой, сонымен ибуфен беріп күні ой құсып, кешкісін тағы бір құсып, сонымен ұшынып қалды осы. Жоным, кішкентайым осы, кішкентайым. Қорқып, ананы іспеймін, ананы жемеймін деп. Жоным. Светтерін қатты шақырайды, бені жеді, кішкене азайтып қойыншы. Қатты жанып тұр ғой, тым қатты. Тиелеп ұйықтап жатыр екен, температурасы басылды ау деп соған қарағанда кішкене болсын, сәлде болсын. Жоным осы. Қайырлы кеш, достар. Бізде погода күшті. Фатиха кішкене басылды. Құсым келмейді дегеннен кейін кішкене далаға алып шықтық. Погода күшті болып тұр екен бізде. Мен сол бағана ертуған жұмыстармен рентгенна, хирургына, травматолог дегендерге записқа жазылып, баратын жерлеріме барып, сөйтіп сондай жұмыстарымды бітіріп келдім. Қызды алып шықтым, сосын екеуі ана ойыншықты өткенде автоматтан ұтып алған еді. Соны енді ойнатып жүр. Шыққан жердің бәріне соны алып шығады. Кеше бір күн бойы екеуі ұрыспай, Фатиха ауырған кезде күшті болып жүрген. Кәусар Фатиханың жағдайын жасап, сұрағандарын алып келіп, киімдерін бәрін реттеп. Енді бүгін қайттан жазылғаннан кейін екеуі қайттан ұрыса бастады.
Мен, как всегда, постаматқа бара жатырмын. Постаматсыз күніміз болмайтын болды. Қалқама қызым. Томик деген жоқ. Жоқ, томик деген. Аяқтағы да ауырып қалып жүрме, Фатиха. Спортикаңды шешіп тұрыпсың. Мән жүктір жатсың. Кеттік ал. Вай, закатты қарасыңдар. Күшті болып тұр ғой. Прям розовый, прям әдемі болып тұр. Погода да күшті болып тұр. Біз үй жаққа қайтып барамыз. Площадкада ойнадық. Бастаматтан заттарымызды алдық. Сол қазір жасаумен үстіп қайтып бара жатырмыз. Қыздар не жақта мұғалім ойнап отыр. Папасымен. Папасы қатал мұғалім болып отыр. Деген санды жазыңыздар. Сабаққа келіп болады. Күшті қап мұғалім ойнап отыр. Тексерем. Сіз 2 деген жазамайсыз бөлімге дейін. 2 деп тура тұрған кітабыңыз. Мен деген мына тюльді шешіп сап. Орнына мынандай просто сетка тюль ілейін деп жатырмын. Просто без ничего, просто сетка тюль. Но уже искірді. Тюльм. Уже неше жыл тұрды еще. Ұнамай кетті уже. Узоры да. И реально уже искіре бастағаннан кейін. Сөйтіп тюльмді ауыстырып жатырмын. В общем. Достар, бізде қазір уборка басталады. Мен кешегі ілген тюльм осында күшті болып тұр. Әдем. Өзіме ұнап тұр, ақшыл болып. И қыздар мына жерде ойын ойнап жатыр. Не ойнап жатсыңдар, Дуча? Мен топ. Мен ким? Бірдеме ойын ойнап жатыр, в общем, осы жерде. Достар, мен осы жерде видеомды аяқтайын. Бізге тіркелмегендер болса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз сіздерді күтетін боламыз. Всем пока!